Қызылорда қаласында соңғы жылдары жолдар көптеген реконструкциядан өтті. Оның ішінде 2 жолақтылар 4 жолақтыға ауысты. Сөйтіп, мынадай разметкілер, үздік-сыздықтар сплошной полосаға ауысып кетті. Соның салдарынан қаншама жүргізушілер ловушкаға түсіп, байқамай, сөйтіп жүргізу куәліктерінен қаншамасы айырылды. Мына жермен келе жатып, мына жерге бұрылып жүрген тұғым, мына жер үзік тұғым. Бір күні келіп өтсем, мына жерге двойной сплошной салып қойған. Гай қызметкерлері келіп тоқтатып, мен правамда 6 айға лишен жүр. Қазір келіп қарасам, мына жерге үзік сызып қойған. Бір гайлердің бір кармушкасы сияқты бұл жер. Оғалай сонда, біресе ашады, біресе жауады. Гай қызметкерлері барсаң, акимат дейді, акиматқа барсаң, гай дейді. Мен қарады да, мен 6 айға правам лишенға жіберді. Кім жауап береді мына жерге? Мына жағдайларға мән беріп, объективті, субъективті жақтардың бәрін жағдайын қарап, қаншама бала шағасын асырап отқан 6 айға лишенеге кетіп жатыр. Соған бір оң көзбен қарап, мына жағдайлардың бәрін ескеріп, дұрыс шешім қабылдауларын сұраймыз.